Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше, өте дәмді, тойымды тағамды бірге дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар және видеомды толықтай қараңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Бөлме температурасындағы суымызды алып, үстінен бір қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, жұмыртқамыздың үстіне құямыз. Бір кілке етіп араластырып алып, ұнымызды електен өткізіп, аз-аздан сала отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырларымыз қаттылау болуы тиіс. Міне, қамырларымыз дәл осылай болады. Тындыруға бір шетке алып қоямыз. Келесі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін тартылған ет, майдалап туралған пияз, қара бұрыш, дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осыменен салмасы дайын. Бір шетке қалдырып қоямыз. Енді тынып демалып болған, арасында қайтарып иленген қамырымызды алып, ұн себе отырып, оқтаудың көмегіменен жайып алатын боламыз. Қамырларымыздың қалыңдығын мантының қамырындай етіп, қалыңдығын солай жайып шығатын боламыз. Қамырымызды міне жайып алдық. Енді осындай кесе аламыз. Осыменен дөңгелек форма жасап, барлығын ойып шығатын боламыз. Мен барлығын ойып алдық, дөңгелек форма жасап. Енді осы кесіп алған қамырларымыздың арасына салмасын салып, шеттерін бүктеп, түйіп шығатын боламыз. Міне дәл осы видеода көрсеткендей үшбұрышты форма жасап түйіп шығатын боламыз. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Кесіп алған қамырымызды аламыз, ортасына салмасын салып, шеттерін қыса отырып, үшбұрышты форма жасап, қысып түйіп шығатын боламыз. Барлығын дәл солай жасап шығатын боламыз. Міне дайын болды. Енді зажаркасын жасаймыз, яғни подливасын. Ол үшін бізге картоп, сәбіз, пияз және тәтті бұрыш қажет болады. Кішкене ірілеу етіп турап шығамыз барлығын, міне осы видеодағыдай. Картопымызды да, сәбізімізді де және тәтті бұрышымызды да дәл солай ірілеу етіп турап шығамыз. Пиязымызды қуырғанға ыңғайлы етіп, жұқалап турап шығамыз. Енді қазанымызды алып, отымызға қойып, майымызды құйып, пиязымызды қуырып аламыз жұмсарғанша. Үстінен сәбізімізді саламыз, алдын ала дайындап қойған. Көп қуырудың қажеті жоқ. Томат пастасын саламыз. Картопымызды саламыз. Дәміне қарап тұзымызды қосамыз және тәтті бұрышымызды салып, бір-екі қозғап, үстінен суын құятын боламыз. Көкөністеріміз кішкене батып тұруы керек, осылай көп су құюдың қажеті жоқ. Қайнап шыққаннан кейін осылай ас көктер саламыз, міндетті емес. Енді алдын ала дайындап қойған осылай үшбұрышты етіп түйілген қамырдан жасалған тағамдарымызды салып шығатын боламыз. Бетін жауып, астын пәс етіп 35-40 минут пісіріп аламыз.
арада уақыт өткенде міне тағамдарымыз пісіп шықты. Барлығын осылай үлкен ыдысқа салып шығамыз, осылай үлкен тарелкеге. Дәміне қарай көкпияз сүйіп шықтым мен. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздерге де аз болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Үлкенге де балаларға да ұнайтын ерекше ыстық тағамдардың бірі. Және өте тойымды кешкі асқа немесе түскі асқа жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видеомызға лайк басып, пікір білдіріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.